келісіммен өмір бойы магистратурада ағамыз сіздерге лекция оқуға плана келісімін берген болатын. Бүгін сіздерге арнап осы тұрған қай-қайсыңыздың да көкірегіңізде бар нәрсе, отбасын құрсам, жақсы жар тапсам, жақсы күйеу тапсам, жақсы әйел алып, жақсы отбасын құрып, қоғамда өзімнің орнымды тапсам деген ағам осы қай-қайсыңыздың да ойыңызда бар нәрсе, соған қалай жетуге болады? Қалай қазіргі қоғамымыздағы отбасылық проблемаларды қалай шешуге болады деген сұрақтарға бүгін біздің ағамыз сіздерге жол бағыт көрсететін болады. Сондықтан мен сөзді аға өзіңізге беремін. Біздің студенттеріміз сіздің кітабыңызды оқыған, халық педагогикасы негіздері, сол бойынша қоятын сұрақтары бар. Және енді жаңа өзі қызық тақырып болғаннан кейін аудиторияда тыныштық болғанды өте қатты қадағалаймын. Тыныш отыра алмасаң шығып кеткенді қалаймын. Қазір жастар қолғалым. Кеше Сәт Тоқпақбаеваны парламентке жастардың сәлемін жеткізді. Қандай қуандым. Парламент қазақша сөйлесін деді. Қазақ елінің парламенті болса қазақша сөйлесін деді. Назарбаев шетке шықса қазақша сөйлесін деді. Жастар талап етсе де, қарап, бұл үкімет тыңдайды. Өйткені бұлардың қорқатын қазып жастар сіздермен бір асып сарайды. 86-ның уақиғасының басы-басында болған адам. Мұзда сүйреп көрмеген жоқ. Қыздарымыздың не істемеді ол? Бірақ бөрік ағы бас жарылса бөрік ішінде дейді. Біздің сол жастар біздің рухымызды көтерді. Рухымызды өлтірген. Мәселе осында. Өйткені қандай дүниеде болмасын, міндетті түрде жер тығы деген нәрсе болды. Мен сіздердің алдарыңызға келгенде айналайын. Қазіргі мына заманның сыйқып түсіну мәселесін сіздерге мен өтініп сұрайын. Сіздер жас емессіздер. Қазір ел билейтін жастасыздар. Қазір 13 жастағы баласын бәлиғат жасынан шыққаннан олау естиді. Қазір 40-қа келгенге дейін жас дейсіз. Қандай жастар? Сендерде жас істеуге болмайды. Қазір істейтін бүкіл қандай мақсат қойсам, соны істейтін дейді. Сіздер мұна қатыныңыздың азғаналығын, санының аздығы, мұна жеріңіздің кең байтақ. Алла тағала бізге бәрін беріп қарақта. Мұна дін деген нәрсе бұл сенім. Сенім болмаған жерде еш уақытта дін бізге сенім үшін керек. Қараңыз, 15 жыл, міне 10 жылдың ішінде үйіп төгіп, астығын шығып жатыр, миллиардтар жылына пайдалана алмай отырған сорлы еліміз. Осыншама байлық, жердің үсті, асты түгел байлық. Бұл бар ғой, біз дүние үстінде үлкенмен бүлдеге оранып отырамыз. Міне, сол экономиканы құлағына сендер қарасыңдар. Әркім тіршілік деген нәрсені ойла өзіңе. Бірақ бірінші мәселе, халқыңды, отаныңды сүйген барып дарының ашылады. Дарын ашылы, талантты болу дегеннің ең кіндік көзі халқыңды, ұлтыңды, отаныңды, еліңді сүю бар. Ата-анаңды сүю. Міне осыдан бастап. Қазір ата-ана мен бала арасындағы сүйіспеншілік қандай жағдайда? Бұл кіріспе сіздердің бүгінгі толғанбақ нәрселеріңіз отбасын құру. Солай. Отбасы деген ең бірінші бүкіл мемлекет адамдық қасиеттің кіндігі осы отбасы. Отбасын
құруды қазір көптеген жастар жас атаудың өзіне меншіктеп алды. Екеуі ғана келіссе болды, отбасын құру керек дейді. Бұл деген өте үлкен қаталық бар. Мен міне мамандығым дәрігер екенін білесіздер. 20 жылдай мен хирург болып істеген адам. Дәрігерден артық адам психологиясын түсінетін мамандық болмайды. Сондықтан бүкіл педагогика мен психологияның негізін салушылардың бәрімізді дәрігер. Кейде маған айтады, сіз дәрігерсіз ғой, педагог емессіз. Мен айтам, айналайын, сіз өз пәніңіздің қалай білмейсіз. Педагогиканың негізін салған Платон дәрігер, Аристотель дәрігер, Әл-Фараби дәрігер, Авиценна дәрігер, Рене Декарт дәрігер, Джон Лок дәрігер. Қалай? Сіздердің бұлдарыңызға мен енді білет арқылы талай дүние беріп отырмын, жалындан ауған ұлы дала адамзат өркениетінің бесігі деген мақала шықты. Өткен сабақта қатыссаңыздар біз методологияға тоқталдық. Бүгінгі адамзат баласы қолданып отырған педагогикалық методология қата екенін айтып түсіндірді. Қаталығы не? Қаталығы сол кезде адамда 3 түрлі жүйе бар. Тән құрылысы, жан дүниесі, құлық қуаты. Осы жүйе, 3 жүйе үндеспей, адам толық адам нұрлақы болмақ емес. Оның барлығы өткен жол айтылды. Ал маған белгілі күзде уақыт берді ғой. Сондықтан мен енді отбасына көшейін. Сіздерге мен бір таң қалатын дүние, жаңа күні бекер айтып отырғам жоқ. Оқыңыздар қарапта. Өсі күнге дейін, бүгінге дейін бізді алдап келген бүкіл дүние адамзаттың мәдениетін, ғылымын барлығын Қытай, Египет, Үнді, Парсы жасады дегеннің барлығы өтірік. Түгел өтірік. Оны ана неден бұнда ешқандай артық ана мұны тек ғылыми негізде дәлелденген дүние. Ал бұл неге айтып тұр? Қазақ халқының тәрбиесінен, тағылымынан артық тағылымды міне 20 жылмен осы тәрбиенің жаңа ілімін жасау үшін бүкіл көп халықтың тәрбиесімен толтырды. Қазақ халқының тәрбиесінде тәрбие қарақтарын жоқ. Міне соның барлығы сананы улау арқылы түгел күстаналап күресінге лақтырыпты бізде. Күресінге міне. Сіздерге мен міне нақты мысал айтайын.